Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын, қытырлақ болып шығатын картопты фридің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар картоп. Картопты ең әуелі жақсылап тазартып, жуып аламыз да, сонан соң орташа көлемде соломка тәріздес етіп турап аламыз. Мен 4 картопты пайдаландым. Сіздер көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар да болады. Барлық картоптарды турап болған соң 5 минутқа тұзды суға салып қоямыз. Сонан соң картоптарымызды судан сүзіп алып, қағаз майлықтарға немесе мата майлықтарға жайып, суын кептіріп аламыз. Осы аралықта майымызды қыздырып қоюымыз қажет. Картоптарымыз кепкен соң қызып тұрған майда қызарғанша қуыратын боламыз. Аз-аздан салып қуырамыз. Картоптарымыз бір-біріне жабыспай, езілмей, керемет болып шығады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің картопты фриіміз дайын болды. Ол өте дәмді және оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын!